көрермендер, бабаларымыздың уақыт алтыннан да қымбат деген дана сөзі бар. Демек, уақытты қадірлеу бұл өміріміздің бағасын білу деген сөз. Сондықтан да біз әртүрлі іс-шаралар, жобалар дайындау арқылы адамгершілік құндылықтарды дәріптеуді жөн санадық. Өткен жылғы, яғни 2023-24 оқу жылында бастау алған «Менің уақытым» жобасы мен биылғы жылғы біртұтас тәрбие бағдарламасындағы өнегелі 15 минут тиімді үзіліс іс-шаралары тұспа-тұс келіп отыр. Бұл 15 минуттық жоба болғанымен өнегелік мәні зор деп санаймын. Өйткені біздің әр минутымыз ат басындай алтынмен тең. Сол үшін бұл жоба әрине өзіме де үлкен жауапкершілікті жүктейді. Менің уақытым жобасының мақсаты балалардың өз іс-әрекетіне талдау жасауға және өз ойын еркін жеткізуге үйретеді. Қазір сіздер түсірілген бір іс-шараның талдау жасау барысын көріп отырсыздар. Осы талдаудан туындаған ой-пікірлер монолог клубында ортаға салынады. Бұл менің уақытым жобасымен біз Самал апаймен бірге 7-ші сыныптан бастап жұмыс жасап келеміз. Аталған жоба ата-аналар тарапынан да қолдау табуда. Себебі мектептегі кез келген іс-шараны видеоға түсіріп, талдау жасауға мүмкіндік аламыз. Мысалы, біз 2-ші қыркүйекте өтілген сабақты қарап отырмыз. Егер балаларымыз бүгін өз іс-әрекетіне дұрыс талдау жасай алатын болса, болашақта өзіне нақты мақсат қойып жетістікке жететініне сенімдімін. Бұл дағдыларды мектептен қалыптастыратын болсақ, ересек кезінде өзінің мүмкіндіктері мен уақытын тиімді пайдалануға үйретеді деп есептеймін. Видеоны қайталап көру кезінде сабақта түсінген тұстарды қайталап толық түсінуге болады. Және бұның нәтижесін біз монолог клубында талдаймыз. Ал енді әдеттегідей монолог клубының алқалы отырысында өткен тақырыпты бірге талқылайық. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар мен оқушылар. Бүгін біз алдық өтілген тақырыбымыз, яғни менің отаным Қазақстан тақырыбына кішігірім әдеттегідей талдау жасап өтсек. Өткен жолғы тақырыбымыз менің отаным Қазақстан болған, яғни тәуелсіздік ол біздің отанымыздың күре тамыры болған. Дұрыс па балалар? Отан барда қазақ бар. Бірақ біздің осы қазақ болып қалыптасуымыздың төл құжаты ол біздің тіліміз болып табылады. Тілді қастерлей білуіміз тиіс. Яғни тіл біздің өткен артымызда қалған оқиғамызбен алдымызда болатын жоспарларымызды, яғни соны біз не арқылы жеткіземіз? Тіл арқылы. Соның барлығы тіл арқылы еске алу деп білемін. Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыздар. Мен сіздерге бүгін осы жерде әжелер ансамблінің бір мүшесімін. Құрметті оқушылар, өткенде сіздердің видеоларыңызды қарап, мына жерде көбінесе тәлім, тәрбие жайлы айтылып жатыр екен. Енді сіздерге айтарым, мына жердегі ұстаздарымыздың, ата-аналарымыздың тілін алып, тәрбие жағына өте көп көңіл бөлгендеріңізді сұраймыз. Енді баяғыда біз керемет, біз кезімізде ата-аналарымыздың айтқанынан шықпай сондай тәрбиелі адамдар болып өскен. Біз сіздерді енді ойлаймын, сондай тәрбие ата-анадан көріп, ұстаздардан көріп керемет бір оқушы азамат болады деп ойлаймын. Оттан да ыстық дейді ғой, сондықтан отанымызды, елімізді, жерімізді, халқымызды сүйіп, сүйіспеншілікпен қабылдап, сондай бір керемет азамат, азаматша болады деп сенемін сіздерге.
Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Мен сіздердің алдындағы тәрбие сағаттарыңыз менің отаным Қазақстан сабағын бейне сабақ ретінде көрдім. Сол сабақтың нәтижесінде маған бір құндылық еске түсті, яғни ол не? Бірлік деген. Сол бірлік дегенді білесіздер, иә? Бірлік түбі ынтымақ деген нәрсе бар. Яғни біздегі негізгі мақсат, білесіздер, біздің елімізде 130-дан астам ұлттар мен ұлыстар бар. Олардың барлығы бірігіп ынтымақта жұмыс жасап жатыр. Осы елде өмір сүріп жатыр. Соның барлығы болмаса, жаңағы білесіздер, Ахмет Байтұрсыновтың аққу шорқан қамшайы мысалында да бар. Яғни әркім әр жаққа тартса, бірлігіміз де, ынтымағымыздың да берекесі қашатыны белгілі. Сол тәуелсіздік бізде білесіздер, ең мызғымас қайнар-көз. Соған байланысты жаңағы бірлік, оның несі құндылығы болып есептелінеді. Сол ойымды осы сіздерге бөлісіп айтуға келдім. Назарларыңызға рахмет. Еңбегі жоқтың еңбегі жоқ деген мақал. Еңбек десе маңдайдан қара тер сорғалап, жұмыс істеу деп қана ойлаймыз. Бірақ еңбек ету, отанға деген адал қызмет ету. Отанға деген сүйіспеншілік адамды еңбекқорлыққа үйретеді. Біз қазіргі таңда тек жақсы білім алуымыз қажет. Сонда ғана біз болашақта жақсы маман иесі боламыз. Жақсы маман иесі біздің болашағымыздың тірегі. Сондықтан қазірден бастап біздің көп ізденуіміз және де түрлі үйірмелерге қатысуымыз қажет. Саламатсыздар ма, балалар? Мен өзімді таныстырғым келеді. Мен осы мектептің қамқоршылық кеңесінің төрайымы боламын. Аты жөнім Айгүл Бейсенғалиевна Жазиева. Әділдік дегенді қалай түсінесіздер? Кім жауап бере алады? Әділдік дегенді кім жауап бере алады? Атын кім? Әділдік деген достыққа алу және заңға бағыну. Молодец. Тағы? Әділдік дегеніміз өтірік айтпай шыншыл болу. Дұрыс, молодец. Алдымен осы өсіп жатқан мына өздерінің жүрген қоғамдарына өздеріңнің үлестеріңді қосу керексіңдер. Дұрыс қой. Ата-ананы тыңдау керек, ұстазды тыңдау керек, өтірік айтпау керек. Сонда ғана саналы ұрпақ болып өсеміз. Дұрыс қой. Сол үшін балалар сондықтан мына бүгінгі күннен бастап әрқайсыларын өздерінің жасап жатқан мына іс-әрекеттерінде іштен мен дұрыс жасадым ба, дұрыс жасамадым ба деп өздеріңді тәрбиелеу керексіңдер. Сонда ғана біз ертең болашақта жақсы, білімді, тәрбиелі ұрпақ болып өсеміз. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді, дәуірлер, замандар да. Менің жаным ашиды мына өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға. Бүгінгі тез сынғыш мазасыз бани әлеміндегі ең құнды дүние ол әрине уақыт. Уақытты тиімді пайдалана білетін тұлға қалыптастыру үшін оқушыларға өзінің іс-әрекетіне талдау жасауды үйретуіміз керек. Яғни материалды құндылықтарға қарағанда жалпы адамзаттық құндылықтар жоғары қоя білетін тұлға тәрбиелеуге ықпал ету менің сынып жетекшілік мақсатым. Егер менің оқушыларым өзінің және өзгенің іс-әрекетіне талдау жасап, өз алдына мақсат қоя білетін болса, онда еліміздің керемет азаматтары болып өсетініне сенімдімін.